дүние жүзі бойынша жазасын өтеушілердің құқығын қорғау, тәрбие жұмыстарын жүргізу және өлім жазасына тыйым салу туралы жиі айтады. Европа түрмелерінде жазасын өтеушілерге барлық жағдай жасалса, дамыған деген ақш-та жағдай мүлде басқа. Кейбір түрмелерде әлі күнге дейін азаптаулар жүргізіледі. Ал бүгінгі айтылатын ең қорқынышты түрмелерге түскен адам барлық адами құқығынан айырылады. Бастамас бұрын каналға жазылып лайк басамыз. Жаңа видеоларымызды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыз. Кениялық Найроби түрмесінде жазасын өтеушілердің адам құрлы көрмейді. 800 адамға арналған камерада 3800 адамды орналастырған. Онда дәрігерлік көмекте көрсетілмейді. Ең қажет деген қарапайым заттар жоқ. Камераларда ауа температурасы өте жоғары. Адамдар тіпті мұндай жағдайдан көз жұмып жатады. Әлемдегі ең қорқынышты түрмелердің тізіміне Сириядағы Тадморе түрмесі де кіреді. Осы жерде 5 жыл отырған Сирия ақынын Фараж Берандыр бұл жерде өлім патшалығы мен ақылсыздық мекені деп баяндады. Тадморда әлі күнге дейін орта ғасырлық азаптау әдісін, яғни балта, жіп және ағаштарды азаптау құралы ретінде қолданады. Үшінші орынды Париж қаласындағы Ласанте түрмесі алады. Ондағы жазасын өтеушілердің қиналатын соншалықты егеу құйрықтарға арналған уды ішіп немесе басын қабырғаға соғып өлуге дайын. 1999 жылы 124 адам өзіне қол жұмсаған. Түрменің бас дәрігері Вероника Вассер түрмедегі камералар толы екенін және адамдар аптасына тек 2 рет қана душ қабылдайтын және түрмеде кеміргіштердің өте көп екенін айтады. 1867 жылы салынған түрменің күзетшілері жазасын өтеушілерге өте қатыгез қарайды. Оларға су бермей карцерге қамап айуандықпен ұрады екен. Колорадо штатындағы Флоренс қатаң режимдегі мемлекеттік түрмесі де әлемдегі ең нашар түрмелердің бірі болып саналады. Жазасын өтеушілердің аптаның тек 9 сағатын таза ауада өткізеді. Тәулігіне 22 сағат олар күннің көзін көрмейді. Олар тіпті бір-бірімен де сөйлесе алмайды. Әлемдегі ең қорқынышты түрме Бразилияда. 2010 жылы мұнда жазасын өтеушілердің жаппай өлімі тіркелді. Бүлік кезінде 102 адам көз жұмды. Түрмеде дәрігер көмегін алу мүмкін емес деп айтуға болады. Ондағы жазасын өтеушілердің әр 5-шісі ВИЧ-пен ауырады. Түрмеде 7,5 мыңға жуық жазасын өтеуші бар. Олардың мыңдаған түрме қызметкері бақылайды.